Қайырлы кеш жарық құрметті ханымдар мен мырзалар, ассалаумағалейкум, алтын асықтай ардақты ағайын. Бүгінде шырайлы шымғаламыздың шуағына бөленіп, берекелі кешіміздің ажарын ашып, шиіргенде асығы алтысынан түсетін ардақты ағайын. Бүгінде мінекей тонның ішкі бауындай, бірге өскен бауырдай, бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай болып, бір дастархан басына жиылып, Керімжан мен Арудың бақыт тойына келген ағайынға шын жүректен қош келдіңіздер дейміз. Ассаламағалейкум, құрметті ардақты ағайындар. Қазақта қаумалаған халыққа ақындарды арнау көп. Кейбіреуіне қарасаң сөздерінде салмағы жоқ. Біздің қазақ қандай ел, көздегені заңғар көк. Украинаның ұшқыны басымызға қонған жоқ, Сирияның сұмдығын қазақ кешіп қалған жоқ. Қырғыздардың қырғынын құдай басқа салған жоқ. Тәубемен таңын атырған, тойын тойлап отырған, беу ардақта қайын бүгін сіздерде арман жоқ. Әйтсе де арман орындалып, көпшіліктің қолын алып, Леспаевтар әулетін мақтанышына айналып білген Амангелді көкеміздің алтындай ұрпағы, Мұхтардай көкемізбенен Гүлнардай алтын адамыз, алсын ат жіберіп, жақына хат жіберіп, алдарыңызға даладай дастархан жайы 90 түрлі дәмінен қойып, қазақта мал баланың шашуы десе, бір Аллахқа бағынатын еліміз, той думанан табылатын еліміз. Ол менен қыз өсіріп, солардың еспешін шашылатын ел екенбіз. Олықтылы менен қылықты қызына тамаша той қылып жатқан бүгінгі той егесі Мұхтар көкемізбенен алтындай Гүлнар жеңгеміздің айтылатын ақтығы қырасып, құда жекжаты бір-бірімен сырласып, Леспаевтар әулетінің мақтанышына айналған Мұхтар көкемнің Гүлнар жеңгемнің тойы жақсылық қыласын дегендер бір әдемі шапалы көріп қойыңыздар. Той құтты болсын. Рахмет. Бүгін мен ардақты ағайын Сыйқым Тоғатай елінің бір жігіті әкеліп тұр. Құлы елінің кербез сұлу Кермаралын. Текті ұлды, текті қызбен жолықтырған ағайын шүкір тәуба Аллаға мың дейтін болсақ, бүгін мінеки текті жердің ұлы менен текті жердің қызы үй ішінен үй тігіп шаңырақ құрып, отау құрып жатқан жайы бар. Ендеше ардақты ағайын жастардың шаңырақтарына шаттық орнап, босағаларына бақыт балалап, керегелерін кереметтер керней түссін, Керімжан мен Ару бақытты болсын деп бір қошеметті көрсетіп қойыңыздар. Рахмет. Ал енді ардақты ағайын, біз үш бірдей асаба болып, керемет сөзден жеңілген ақындар ұқсамастан, әдептен озбастан тікелей тілекке көшіп, бүгінгі шуақты тойымыздың шырайлы кейіпкерлері болған бүгінгі Керімжан менен Аруды ортаға шақырмастан бұрын баршамыз ардақты ағайын екі жасқа деген құрметімізді, ізетімізді көрсетіп, орындарыңыздан тұрып алсаңыздар деп жатқан жайымыз бар. Ендеше бүгінде есік құтты, бесік мықты, Алла бізге бейбіт күнді несіп қыпты. Ал ағайын құрметтеп қол соғайық, шақырайық ортаға, қолы ұстасқан екі жұпты қарсы алайық. Қошеметтеріңіз ардақты ағайын. Шапалақтарыңыз аямаңыздар.